КТ-семиотика рак желудка, утолщение стенки, контрастное усиление, мягкотканный компоненттер болады. Одан кейін перигастральная инфильтрация и патологические лимфоузлы в региональных зонах. И рак желудка кезінде сосудистый анатомиясына да өте мән беруіміз керек, өйткені вариант развитиялар бар әртүрлі. Сол себепті заключение жазғанда сол сосудистый анатомияларын жазып кеткен дұрыс, өйткені соған байланысты операцияның тактикалары өзгеріп отырады. Классификация бойынша біз 8 классификацияны істедік, яғни ТНМ, Т глубина инвазия, яғни региональных лимфоузлов, қанша лимфоузл и метастаз, отдаленный метастаздар бар ма жоқ па. Негізі ТНМ бойынша ең алғашқы Т1 и Т2 стадияларын ажырату, Т3 стадияларын ажырату өте қиын, өйткені сироза мен субсироза қабаттары КТ-да вообще көрінбейді, не информативный. Мысалы, мына суретте көрініп тұр, қайсы сироза и қайсы субсироза стенкасын ажырата алмайды КТ. ТНМ 8 классификация бойынша айтып кеткен, КТ грудной брюшной полости таза играет ограниченную роль в определении Т-категории, особенно Т2, Т1, Т2 и Т3. Негізі бұл именно Т2, Т3, Т1 стадияларына ең оптимальный исследование эндоузи болып табылады. Мына жер бір статьяда жазылған, эндоузи мен компьютердің томографияны сравнить еткен. Мысалы, специфичность и чувствительность екеуін сравнить еткен, Т1-де эндоузида 82%, КТ-да 41%. Мысалы, Т2 стадиясында эндоузида 77% средний, ал КТ-да 48%. Яғни бұл эндоузи ең золотой стандарт болып табылады алғашқы Т1, Т2, Т3 стадияларында. Одан кейін дифференциация Т3 и Т4 это очень важно болып табылады бізге анықтауға. Т3 это прорастает в подсерозную основу без инвазии висцеральной брюшины. Ал Т4А прорастает висцеральную брюшину, Т4Б опухоль прорастает соседнего органа, яғни басқа органдарға прорастает. Бірінші суретте, яғни доказанный операциядан кейін Т2 стадиясы, екінші суретте Т3, яғни Т3-да соңғы қабаты четкий ровный болып көрінеді Т3-да. Ал Т4-да, яғни бірінші